Қайырлы күн. Бүгін ас үйіміздегі май болып қарайып кеткен сковородка, қазан, мантваркаларымызды жақсылап тазалап алатын боламыз. Мен сіздермен қазір бір жасағаннан ұқсап шығатын тәсілмен бөлісемін. Бұл тәсілден алдын менде талай рет қазандарды қалай ағартып алуға болады деп неше түрлі тәсілдерді істеп көрдім, бірақ ешқайсысы ұқсамады. Осы тәсілмен тазалап алғаннан соң қазандарыңызды бір аптада бір рет азелитпен жуып тұрсаңыздар болады. Бірақ осындай жағдайда азелит ешқашанда бізге көмектеспейді. Осы тәсіл ұқсап шыққаннан соң сіздермен бөлісейін деп жөн көрдім. Ең алдымен жұмысымызды бастайық. Қане кеттік. Бізге керек заттар осындай кір сабын керек, 1 штук, және де хозяюшкаларда осындай кальцинированная сода деген сатады, сол керек болады. Және де бізге осындай клей. Мен бұл соданы бұрында істеткенмін, 600 грамм, қазір ішінде 400 граммдай бар, бірақ бізге қазір 200 граммы жартысы керек болады. Ең алдымен сабынымызды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштен өткізсек бізге өте ыңғайлы, суға салған кезде тез еріп кететін болады. Сабынды бүтін салуға болмайды. Сондықтан үкіштен жақсылап өткізіп алайық. Пышақпен майдалап кессеңіздер де болады. Үлкен ыдыстарымыз сиятын, осындай кастрюль болсын, немесе тазик деп айтамыз ғой, отқа шыдамды, сондай ыдысымызды алып, сабын, клей, содамызды салып, оған кәдімгі мұздай суымызды құямыз. Мен бұл жерде 10 литрдей суды құйып алдым. Сосын бетін жауып, астын жағып, суымызды қайнатып аламыз. Жақсылап араластырып қойдым. Қайнап шықты. Қайнап шыққаннан соң осындай ыдыстарымыздың барлығын суымызға саламыз. Мен сковородканың ручкасын шеше алмай қойдым өзім, ары қарап, бері қарап, және суға батып тұрсын деп тағы да үстіне су құйдым. Қазанымызды, сковородкамызды және мен мантваркаларымды тазалап алайын деп оларды сыйғанша салдым. Негізі суға батып тұрса, біздің қазанымыздағы және сковородкамыздағы майларымыз тез еритін болады. Мантваркаларды 20 минуттай қайнатып, және крандағы ыстық суға тряпкамен жай ғана сүртіп шықсаңыздар, өзі барлық май түсіп қалады. Енді қазанымды аударып салып жатырмын, екінші беті. Мына жерде бірінші шыққан бетін пышақпен қырып көріп жатырмын, уже дайын болайын деп қапты. Менде қазанымда, сковородкамда майлар қатты қалың болған үшін мен бұларды 1 сағаттай қайнаттым. Негізі пышақпен қырып көріп жатырмын. Мына жерде сәл бар екен деп, дайын болған кезде аламын деп осылай қырып көріп жатырмын. Кетіп жатыр. Қатты қуанып кеттім. Қаншама жылдан бері мен осы майлармен алысып келем. Енді екінші мантваркаларымды алып келдім. Көріп тұрғандарыңыздай май болып кеткен бұларда. Бұларды бір-біреулеп салып жатырмын. Мына жерде менің содам тасып кетті, ол ештеңе етпейді. Енді қазаным дайын болып қапты. Сонымен қазанымды алып шығып, орнына мантваркаларды салып жатырмын. Сковородканың ручкасы алынған кезде күшті болушы еді, оны суға батырып қойғанымда тез жібитін еді. Сол үшін суға батпай жартылай болып қалған үшін ол дұрыс жібімей жатыр майлары. Енді қазанымды алып, кәдімгі крандағы жылы суға жақсылап жуып, осылай қырғыштың көмегімен, тряпкамен сүртіп, қырғышпен қырып тастадым. Майлары оңай кетіп жатыр. Сіздерге түсінікті болсын деп мен барлығын видеоға алып, түсіріп көрсетіп жатырмын. Осыдан алдын, мен осы тәсілді табудан алдын, мен қазанда азелитпен жуып көрдім, құммен үйкелеп жуып көрдім. Ешқайсысы болған жоқ. Енді осы әдіс тапқаннан кейін міндетті түрде бір жасағаннан ұқсап шықты. Қатты қуанып кеттім. Мантваркаларым да дайын болып қапты. Бұның майлары оңай, қаншама жылдан бері ручкасында кетпей тұрған майларды айтсаңызшы, пышақпен жай ғана қырғанның өзінде барлығы түсіп қалып жатыр. Бұл майлар тамақ істегеннен кейін мантварканы қанша жусаң да кетпейді ғой. Осылай пышақпен барлығын жақсылап қырып, беттері ашылып қалды. Қандай әдемі жылтырап, мен мантваркаларым тура жаңа мантварка сияқты болып қалды. Шынымды айтсам, кәдімгідей күшті тәсіл екен. Сіздер де міндетті түрде осыны осылай жасап көріңіздер. Міндетті түрде асханаңыздағы май болып тұрған ыдыстарыңыз жарқырап қалады. Қараңыздаршы, қандай жылтырап, көздің жауын алады. Сосын мантварканың крышкасын салған болатынмын. Ода да қаншама майлар түскеніне бір 20 минут болды болмады. Мынандай кірлерін бәрі езіліп түсіп тұр.
бұл әдіс бәріне де жарай береді. Мысалы осындай орамалымыз асханада жүріп май болып кеткен екен, оны да ішіне салып жібердім, көрейінші қалай болады деп. оны да 10 минут қайнаттым. 10 минуттан соң алып сабынмен жуып алсам, кәдімгі бірде-бір май қалмаған, кәдімгі орамалым жылтырап шықты. Ауылды жағдайларда осындай орамалдар, дастархандар май тиіп кетсе, осы әдіспен қайнатып көрсеңіз, орамалдарыңыз, дастархандарыңыз жарқырап шығады. Міне менің мантварка ыдыстарым кәдімгі жайнап, жылтырап, тура жаңа сияқты болып қалды. Шынымды айтсам, бір қуанып қалдым. Асханамда қаншама заттар тап-таза болып қалды. Ақ дастархандарда кетпей қалған дақтар болады ғой, сары. Сонда осылай қайнатып алсаңыздар болады. Біз де соны жасап көрдік. Ақ дастархандарды қайнатып 20 минут осындай суға салып алсаңыздар, таза кезінде өте күшті результат береді. Көптен күткен сковородка менің тап-таза болды. Мына ручкасын шеше алмағаным үшін мына жері суға батпай кетпей қалды. Қалған бәр жері кетті, көргендеріңіздей. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қарасам көзім тоймай тұр, шынымды айтсам. Міндетті түрде сіздер де тазалап көріңіздер менің әдісіммен. Мен де көптен күткен осы әдісті әрең іздеп таптым, бірақ бір жасағаннан ұқсап шығады. Қаншама заттарымыз тап-таза болып жылтырап қалды. Қанша уақыттан бері жуылмай жүрген ыдыстарымыз, көңіліміз бір жайланып күшті болып қалды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойыңызды жаза кетсеңіз. Сіздермен бірге Фариза. Келесі видеода кездескенше.